көк шай Қытай, Жапония, Үндістан мен Ява аралында өндіріс қажеттіліктері үшін өндірілетін мәңгі жасыл ағаш бұталарының кептірілген жапырақтары. Ал жас жапырақтар сопақша тәрізді формада болады. Бір қызығы, көк және қара шайды алу үшін бірдей шикізат қолданады. Бірақ оларды өндіру технологиясында айырмашылық бар. Кептірілген қара жапырақтар жақсы ферменттелуден кейін алынады. Көк шайды өндіру нәзік технологияларды қолданумен ерекшеленеді. Тотығу процесін тоқтатуға жаңа піскен жапырақтарды 2-3 минутта өңдейтін бу көмектеседі. Содан кейін оның дымқылдығын алып кептіреді. Яғни мылжалап түйіршіктерді қабықшаға ширатады. Сосын өнім хош иісін, дәмін және пайдалы қасиеттерін тұрақты сақтау үшін оны дайын болғанша кептіреді. Көк шайдың пайдасы. Көк шайдың құрамында көптеген пайдалы компоненттері болғандықтан бұл бірегей сусын ағзаға жақсы әсер етеді. Ең бірінші, ас қорыту процесін ынталандырады. Екінші, құрамдағы фтордың болуына байланысты тіс жегінің қалыптасуына қарсы күресте профилактикалық құралдың рөлін атқарады. Үшінші, көк шай емдік дәрі-дәрмектік әсер береді. Оның құрамында танин, катехин және елік заттектер болғандықтан ол қатерлі ісік ауруымен күресуде тамаша антиоксидант болып табылады. Олар шеттегі ақуыздарды, ауыр металдар мен еркін радикалдарды байланыстырады және оларды сау жасушаларға зақым келтірмей ағзадан шығарып тастайды. Оның құрамындағы С витамині мен мырыш қатерлі ісік ауруына шалдығу қаупін азайтады. Төртінші, құрамдағы мырыштың арқасында шаш пен тырнақтың жағдайын жақсартып, жаралардың жазылу үдерісін тездетеді. Бесінші, нерв жүйесін ынталандырады. Сондай-ақ көк шайдың құрамындағы П дәрумен мен кальций, фосфор қалыпты ми қызметінің белсенділігі үшін қажет. Ал теин ынталандырушы ретінде қызмет етеді. Алтыншы, микробқа қарсы әсері бар. Бұл қасиет құрамдағы катализаторларға байланысты. Көк шайдағы танин жараларды емдеуге көмектеседі. Бірақ шайдың түсі ашық болу керек. Жетінші, ағзадағы уытты заттарды шығарады. Тазарту қасиетінің арқасында көк шай ағзаның иммунитетін жақсартады және кез келген ауруға шалдығу қаупін азайтады. Сегізіншісі, несеп айдағыш әсер көрсетіп, тіннің ісінуін азайтады. Тоғызыншысы, құрамындағы А және С дәруменінің арқасында көз ауруларының даму қаупін төмендетеді. Оныншысы, тегіс бұлшық еттерді қалыпты жағдайда ұстайды. Бұл қасиет оның құрамында мырыштың болуына байланысты болады. 11-шісі, мыстың арқасында қабыну процесін емдеуді жеңілдетеді. 12-шісі, токсикоз және теңіз ауруы кезінде көмектеседі. 13-шісі, асқазанның қышқылдылығын көтеріп, асқазан ішек жолдарының қызметін ынталандырады. Сусынның тазартқыш қасиеті болғандықтан, оны қалыпты нормада ішу, бауыр және өт жұмысына пайдалы болмақ. Олардың белсенділігін жақсартуға П және С дәрумендері көмектеседі. Бірақ бұл өнімнің құрамында полифенол бар екендігін ұмытпаған жөн. Егер көк шайды шамадан тыс ішсеңіз, бұл заттардың көп мөлшері бауырға зиян болуы мүмкін. Көк шай ағзаға пайдалы болу үшін шай жапырақтарын дұрыс қайнатып, сусынды дұрыс қолдану керек. Ол токсиндердің адсорбенті ретінде әрекет етеді. Бұл оларды ағзадан шығарып тастап, бүйректі тазартуға көмектеседі. Сусынды дұрыс пайдаланса, жүрек қан тамыр жүйесінің жағдайын жақсартады. Көк шайдың осы пайдалы қасиеті келесі процестер арқылы жүзеге асырылады. С витамині қанды сұйылтып, оның тамырларымен жүруін жеңілдетеді және қысымды төмендетеді. Калий жүрек бұлшық етін қатайтады. Көк шай құрамындағы антиоксиданттар зат алмасу процесін ынталандырады және қыл тамырларда зиянды холестериннің жиналуына қарсы тұрады. Осы процестің бәрі қан қысымын қалыпқа келтіреді. Сондықтан да бір шынаяқ көк шай ішу жүрек қан тамыр жүйесі ауруларын алдын алуға көмектеседі. Көк шайды қаншалықты жиі ішуге болады? Көк шайдың ағзаға пайдасы мен зияны өнімнің сапалылығына, қайнату әдісі мен қолдану жиілігіне байланысты. Сондықтан сусын ішкенде әсер алу үшін келесі шарттарды сақтау қажет. Жаңа және жоғары сапалы өнімді сатып алыңыз. Шай жапырақтарын 60-90 градусқа дейін қыздырылған таза сумен дайындау керек. Шайды аш қарынға және кешке ішпеңіз.
көк шайды алкогольмен біріктірмеңіз. Дәріні көк шаймен ішуге болмайды. Тым қою немесе ыстық қылып ішпеңіз. Көк шайдың зияны. Зат алмасу процесінің бұзылуына себепкер болатын улы несептер түзетін пуриндерде көп мөлшерде кездеседі. Сол себепті буындарында тұз жиналған, буын ауруымен ауыратын адамдар ішпеген дұрыс. Көк шайда кофеин мөлшері көп, сондықтан ол өзіне тәуелді етіп алады. Және көк шайда теанин атты элемент бар. Көп ішкен жағдайда ұйқы шақырып, жүйкені әлсіретеді. 6 кеседен ішкен адам асқазан ішек қырындысын кетіруі мүмкін. Яғни, адамның асқазан бүрлері түсіп қалады. Ол асқазан бүрлер негізінен ас қорыту қызметін атқаратындықтан, көк шайды 6-7 кеседен ішу өте қауіпті. Ендеше, зиян болмас үшін оны қанша мөлшерде ішу керек? Көк шайдың пайдасы. Көк шайды күніне 3-4 кеседен ішсе, құрамындағы пайдалы элементтер көздің көруін жақсартады, сүйектің сыну қаупін азайтады, остеопороз, альцгеймер, паркинсон дерттерімен қарсы күреседі, рак ауруларының алдын алады, жасөспірімдердің тіс ауруын болдырмайды, адамды семіртпейді. Егер көк шай артынан бір апельсин жесеңіз, компьютер алдындағы радиациясынан қорғайды. Несеп бөліну және жүрек бұлшықеттерінің қызметін күшейтеді. Қан қысымын төмендетеді. Әжімнің түспеуі және тердегі өлі клеткаларды оятады. Көк шайдың зиянынан пайдасы көп екен. Дегенмен, зияны да бар. Барлық нәрсені өз мөлшерінде нормасында қолданса, пайдасы көп болады. Ескерту. Көк шайды қан қысымы төмен адамдарға күніне 1 кеседен ғана ішкен жөн. Достар, видео ұнаса арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.